Құралай, бұл кімнің торты? Мына торт Айдананың торты. Айдана өзі жасады ма? Иә, өзі жасады. Ал, Айдана бұл кімге? Рахмет. Жаңа ханым, мен айта кетейін деген едім негізінде. Бұл тортты мен өзім қолыммен жасадым. Вау. Ерасылға. Жоқ, дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Бізде кеше айтып қалдық, Айгүл айтты, бізді қоса береді да. Негізінде бірінші эфирда біз Ерасыл екеуміз билеп шыққан болатынбыз. Содан кейін уже бәрі бізді қосып кетті да. Негізінде біз Ерасыл екеуміз жақсы доспыз. Бір-бірімізді түсінеміз, суретке түсеміз, қолдаймыз бір-бірімізді. Содан кеше Жұлдыз, как его, отказ бергеннен кейін мен тоже жүрегіме кішкене неғып қалды да, ренжіп қалмасын деп торт жасап алып келдім. Ерасыл бақытты болуға лайықты. Салмағы ауыр екен. Өте әдемі және салмағы бір 2-3 келі бар. Иә, от души ғой. Ерасыл, ал, құтты болсын. Мүмкін Абылайға береміз, жарнамада өзіңіз таратып бересіз. Қатысушыларға Абылай. Рахмет. Жеп қою жоғынан. Ал біз, құрметті қатысушылар, эфирімізді жалғастырайық. Ерасыл риза, дән риза. Бүгін Ерасылдың күні сияқты талабын өзгертті, тәтті бәлішті алды. Мүмкін үміткер келетін шығар. Шымылдық жабылсын, Ерасыл. Шымылдық жабылды. Ерасылдың жүрегі дүрс-дүрс қағуда. Жүрек лүпілін естіп отырмыз осы жерде. Ендігі үміткер кімді таңдады? Тағы да ару ма әлде жігіт пе? Бауыржанның айтуы бойынша, пайымдауы бойынша қыз дейді. Мүмкін Жұлдыз шығар. Бауыржан? Кеше суретке түсіпсіздер Жұлдыз екеулеріңіз. Өте әдемі сурет шықты. Астына Санжар, я өте жарасымды жұп деп пікір қалдырыпты Инстаграм желісінде. Оны да көріп қойдық. Былай ғой, айтып берейін. Я Инстаграм желісінде былай көп отыра берем деп айта алмаймын, бірақ отырып қалған кезде сондай нәрселер көріп қалады да. Енді сол кезде мен ойладым, тағы бір салды сурет. Анау енді құр тұрған суретке ұқсамады. Жарайды. Енді бүгінде тағы көріп қалдым да, енді көздің не айы бар деймін да бұл жерде. Енді содан кейін Бауыржан өзің бір нәрсе айтарсың. Сондай бір андай достық сурет аса көрінбеді да, содан кейін мен өз ойымды білдірген болатынмын. Түсінікті. Иә. Рахмет, Санжар. Олай болса Бауыржан дайындалыңыз, өйткені үміткердің таңдауы осы жолы. Құралай. Құралай, қалайсың? Құралай қыз. Өзіңіз қалайсыз, Яна ханым? Жақсымын, шүкір. Рахмет. Екінші рет келді. Сіздер әлі отырсыздар, ал мен екінші үміткерімді қабылдаймын дейсіз ғой, Құралай? Иә. Қандай мықты талаптарым болса да, орта жүз бен ұлы жүз, кіші жүзді бөлсем де мен үміткер қабылдап отырмын дейсің ғой, иә, Құралай? Талаптарынан Ерасыл сияқты өзгерткің келмей ме талаптарыңды? Соны айта кетейін деген, негізінде ойлана келе сол наймандар, қоңыраттар деп ұруға бөлінбеген жөн деп шешілді. Сіз болып, біз болып, осы бір талапты да өзгерттік, иә, Ерасыл? Олай болса, осы үміткердің руы қандай, қай жүзден екенін білейік. Жалпы Құралайға ұнай ма, ұнамай ма? Оны білу үшін әрине ортаға Құралайдың екінші үміткерін шақырамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз кім? Есімім Шыңғыз. Шыңғыз. Жасыңыз? Жасым 24-те. Талдықорған қаласында туып өстім. Қазір Алматы қаласында тұрамын. Және немен айналысасыз?
құрылыспен айланысам, құрылыс компаниясында жұмыс жасаймын. 2 жыл уақыт болды. Бұл жерге келген себебім өзімнің махаббатымды тауға, өзімнің махаббатымды іздеп, осы жерде өзім махаббатымды табуға келдім. Және таңдауыңыз Құралайға түсті. Таңдауым Құралайға түсті, иә. Осы қызды көрдім, Инстаграмды көрдім, ТикТокта көрдім. Өте пысық, активная девушка. Содан кейін редакторға жаздым. Жаздым, осылай келсем бола ма, қосылайыққа келейін. Редактор не деді? Әрине деді. Батылыңыз жетсе келіңіз деді. Содан кейін сіз келдіңіз. Мен күттім, бір қоңырауды күттім, осы қоңырау болған кезде осы жерге келдім. Тамаша, қош келдіңіз тағы да. Ал біздің Құралай қыз сізді қай қылығымен, қай мінезімен баурап алды? Енді өте мейірімді қыз, әке-шешесімен көп видео түсіреді екен. Оны көрдім, мейірімді, пысық. Енді қалған көп нәрсесін білмеймін. Өйткені енді қазір сөйлесе жата, мен сол сұрақтарым бар, соны қояйын деп едім, ақырындап енді білем. Көрген тек қана сырт бейнемен көрдім мен. Дұрыс. Олай болса сұрақтарым бар дедіңіз, осы жол ерекше таныстық болсын. Сіз сұрақтарыңызды Құралайға қойып бастасаңыз. Давай. Саламатсыз ба біріншіден? Так, Құралай, очень приятно. Мен есімім Шыңғыс болады біріншіден. Сізден сұрайын дегенім, сіздің мінезіңіз қандай біріншіден? Өзіңіз, өйткені мен сізді тек қана сыртқы бейнеден көрдім ғой. Вот, сондықтан мінезіңіз қандай, не жақсы көресіз өмірде, қандай мақсаттарыңыз бар өмірде? Ой, өз-өзіңді айта берсем, мақтай берем ғой дейсің да. Мақтай бер. Мен сол үшін келіп отырмын ғой, сені бүкіл Қазақстанның алдында саған өзім сөз салып. Действительно, я пришел очень серьезно к тебе. Ойнап, ештеңке емес. Мен таңдап келгеніңізге рахмет. Мен өзім еркемін, үлкендерге сіз деп сөйлеймін. Мүмкін тонымды көтерсем де, бірақ сіз дегенді олай қоймаймын. Бәріне сіз деп сөйлеймін. Сол сияқты үй шаруасына жақсымын. Ата-анаммен де бәрі жақсы деп айта берейін да. Оқуға да жақсымын, бәріне жақсымын. Молодец. Қай жерде оқыдыңыз? Осы Алматы қаласында ма? Әлі оқып жатыр. Оқуын бітірген жоқпын әлі. Иә, кешіңіз, жасыңыз 19-да ғой. Оқып жатырсыз, иә? Болашақ дәрігер маман. Дәрігер боласыз. Дәрігер, стоматолог. Айтады ғой, осылай кішкене енді орысша болғанына кешірім сұраймын. Енді душевный врач дейді ғой өмірде. Маған бәрі де ұнайды. Мен бәріне де ризамын. Пысық болғанына, әке-шешеңді сыйлап, сол айтам ғой, мен видеомен көрдім, примерно өзім үшін анализ жасадым, қандай қыз екенімді. И өте ризамын. Енді ойлаймын, енді бағдарламадан кейін сіз маған кішкене уақытыңызды бүгін бөлсеңіз, мен лично, чтобы я поговорил с ней, увидел ее и так далее. Сіз бірден кездесуге шақырып жатырсыз, иә? Кешкі кездесуге. Құрметті көрермен, кешкі кездесуге, романтикалық кешке біздің Құралай Шыңғыспен аттана ма жоқ па? Және де салтанаттың болған оқиғасы кімді алдап жүр және не үшін? Оның барлығын жарнамадан кейін білеміз, арнамыздан алыстамаймыз. Масқарасы шыққан салтанат. Сен де өзің 200 адамсың ғой? Үміткермен алдын ала сөйлескені қалай? Ал енді ақталып көріңіз, Салтанат ханым. Субординация болу керек. Біз просто осы жерде отырмыз эфирде. Себебі дәлелі бар адам студияға келмек. Дальше кейс. Почему? Потому что маған басқа жігіт керек. Сәлден кейін қосылайық жобасында.
саламатсыздар ма? Менің атым Алуа, жасым 28-де. Мен ажырасқанмын, бұрынғы жұбайыммен араласпаймын, себебі оның бізге деген жауапкершілігі жоқ. Бірақ өкінбеймін, себебі мен 2 балам бар. Мен өте балаларымды қатты жақсы көремін, бірақ та қандай ана екенімді енді шет жақтан біліп тұрасыздар деп ойлаймын. Болашақ жарыма қоятын нақты талаптар: ер азамат 26-37 жас аралығындағы, менің балаларымды сүйе білетін, мені адал, қамқор, жауапкершілігі мол ер азаматты қосылайық бағдарламасында күтуде. Келіңіздер. Бұл Юля, менің ең жақын құрбым. Онымен не жайында болса да сөйлесе береміз. Тіпті ол алыс жүрсе